Қайырлы күн әріптестер. Бүгін сіздермен өзімнің сабақта өтетін әдіс тәсілімен таныстырғым келіп отыр. Мәреге жер әдіс тәсілі. Оны мен тақтаға іліп қоямын. Іліп қойып, баланың оқуға деген қызығушылығын арттыру үшін ондағы оқуға үйретеді. Мысалға, менде автобуста А дегенді жазып қойғанмын. Соған жолға алаң, анар, анау, алау деп балаға А әрпін келетін сөздерді мұнда қолға болады. Екіншісі вагон. Вагонда Са буынын жазғанмын. Са буынында санау, сату, сала деп бала өзінің терезесіне осы арқылы өзінің оқып үйренеді, осымен қызықтырып. Енді екінші әдіс тәсілім менде түймедақ әдіс тәсілі. Түймедақтың әр жапырағына сөйлем жазып қойғанмын. Және соған орай мен суреттерді салып қыстырғышқа жабыстырып қойдым. Сол қыстырғышты алып, баланы шақырамын да, баланы оқытамын. Оқытқан кезде, мысалы, жерде автобус бар, баланы жерде автобусты тауып, қыстырғышпен қыстырып қояды. Бұл балаға өте қызықты түсіріледі және қызықты сабақты өтуге болады. Және де трамвайда алады, трамвайдың жапырағына жабыстырып қояды. Жетеміз біз асқарға. Шашатын ертеңіме жарық партадан, қолсыздық аспанға, жаңа өмір бастауға, жетеміз біз асқарға. Партадан, қолсыздық аспанға, жаңа өмір бастауға, жетеміз біз асқарға. Партадан, қолсыздық аспанға, жаңа өмір бастауға, жетеміз біз асқарға.